Сәлеметсіздер ме, 9 сынып оқушылары? Біз бүгінгі видеомызда информатика пәні бойынша 1 тоқсанға арналған тжб жұмысын орындайтын боламыз. Бірінші тапсырма ақпараттың қасиеттері мен сипаттамалары арасындағы сәйкестікті табыңыз дейді. Бір-біріне сипаттамалар мен қасиет арасындағы сәйкестендіреміз. Ақпарат шешім қабылдауға жеткілікті. Бұл толықтығы. Екінші, ақпарат қазіргі уақытқа маңызды. Бұл қасиеті өзектілігі. Үшінші, ақпарат қолданушы білетін тілде жазылған. Бұл түсініктік қасиеті. Төртінші, ақпарат сенімді көзден алынған. Бұл нақтылық қасиеті. Келесі тапсырма. Компьютерде жұмыс жасаудың адам ағзасына әсерін сипаттаңыз дейді. Компьютердің омыртқаға әсері ол омыртқаның қисаюына келіп соқтырады. Остеохондроз, сколиоз секілді әртүрлі ауруларға шалдықтырады. Жүйке жүйесіне әсері компьютердің агрессияға шалдықтырады. Шаршау пайда болып, жұмыс істеу белсенділігі төмендейді. Бас ауруы, ашуланшақтық пайда болады. Келесі үшінші тапсырма. Бұлтты технологиялардың артықшылығын және кемшілігін белгілеңіз дейді. Тегін пайдалану бұл артықшылық. Ақпараттың қауіпсіз сақталуы тоже артықшылық. Интернет болғанда ғана қолжетімділік бұл кемшілік. Шектеусіз ауқымдылық артықшылық. Төртінші тапсырма. Желілік этикет ережелері бойынша келесі сөйлемдерді толықтырыңыз дейді. А нұсқасы. Сәуле әлеуметтік желіде профильдегі фотосуреттің орнына құрбысының фотосуретін орналастырғысы келеді. Бұл әрекетті желіде жасауға болады ма? Егер құрбысы өзінің фотосуретін орналастыруға рұқсат берсе, болады. В нұсқасы. Егер біреудің электрондық хатына жауап бергенде хаттың тақырыбы өзгермесе, этикет бойынша тақырып алдында не жазылады дейді. Этикет бойынша әріптері орналастырады. Бұл менің жауабым деген. Келесі 5-ші тапсырма. Компьютерлік фирмада келесі компьютер конфигурациялары берілген дейді. Осы берілген ақпаратты пайдаланып кестені толтырамыз. 6-шы тапсырма. Төмендегі компоненттердің компьютер жұмысына әсерін түсіндіріңіз дейді. Бейнекарта, жедел жады құрылғысы. Осылардың компьютердің жұмысына әсері. 7-ші тапсырма келесі. Кестеде көрсетілген бағдарламалар қандай программалық қамтамасыздандыру түріне жатады дейді. 8-ші тапсырма. Екі ауылдың арасындағы қашықтық 27 км. Егер азаматтың жылдамдығы 4 км сағат, ал арманның жылдамдығы 5 км сағат болса, екеуінің кездесу уақытын анықтаңыз дейді. Электрондық кестеде есептің шешу үлгісін жасаңыз. Есепті шығару үшін кестеде қолданылатын формуланы жазыңыз дейді. Осымен біздің тжб жұмысымыз аяқталды. Каналға тіркеліп, видеоға лайк басып кетіңіздер.